Назар аудар, Орал. Кеш жарық Астана. Я, достар, финалдық бәсеке біз үшін бір көршіден нан сұрап келу сияқты. Бірақ 2 рет бардық, көршілер нан берген жоқ. Қалай боламасыңдар ма? Балдар, болай тұрып, біз бірінші футбол ойнаймыз қазір. Аға, футболда әдемі қылып стадион салып бердік, сонда ойнаңдар. Бұл жер сахна, ән айтады, би билейді бұл жерде. Онда ана стадионда ән айтып, би билеп жүрген әншілерің айтыңдар, осы жақ келіп ән айтып, би билесін. Шырағым, 2 күн болды ғой стадион сыртында тұрғанымызға. Аналар істеп жүр, ақақу-сақақу, ұржың-ұржың, өздері айтып, өздері күл. Осы футбол дамымайды дейсіңдер, осыға қалай дамайсың ал футбол? Аға, оны бізге не қылдайсыз? Бізде ақтық мәре, шешуші кезең. Ақтық мәре, шешуші кезең бұзда, мыналарды қастарға қосып алыңдар сен шырағым, бір ойнасын. Аға, олар не істейміз біз? Бір ден дұрыс формалары да жоқ, былтырдан қалғанды киіп алып жүр әйтеуір. Аға, оны бізге айтпаңыз, оны басқа адамдарға айтыңыз. Бізде ойын болып жатыр. Кедергі жасамаңыз. Кім еді анаңа? Днепр ме еді, кім еді? Есенелугін, иә. Қалай бала, амансың ба? Аман. Ал енді бала, мына жерде босқа тұрсың ғой, ақыр тұр екенсің, мыналардың қақпасына тұрып берді сен одан да. Мен тұра алмайым, қақпаға. Қақпаға тұра алмайым? Жоқ. Бұлар да жарты тұра алмайды әйтеуір, бәрі тұрсаң болды емес пе әйтеуір. Мыналарға қарағанда сенің түріңді ел таниды ғой әйтеуір. Сен барсаң, мынаң бәрі барады, сөйтіп стадион толтырасыңдар, бір көмектесіп жіберіңдер, жақсы ма? Ал жақсы, олай болса мен кетейін, мыналар қалсын. Аға, алып кетесің бұларды? Мыналар бір финал көрсін деп едім ғой, финалдың не екенін білмейді бұлар, 1-8-ден үш көте береді. Қастарың алып басаңдаршы, бір ойнасын. Алып кетіңізші аға, керек емес. Алдай, жүріңдер, басқа жаққа ойнаймыз. Ақтық мәре, шешуші кезең. Біз чемпион болуға дайынбыз. Сіз ше? Алға қарай қадам бас, бойымда күш сарқылмас, жеңісім тұр алыста. Жеңісім құр қаламба, әзілдің алаңында, арманым күш жоғалма. Назар аударамыз. Анамыз қонақ шақырайын деп жатыр. Көмекке құрбысы келіпті. Құрсын, ертең шақырайын деп жатсың ба? Құрбым, сен болмасаң осы көмектесуге келгенде рахмет. Қысылма, 4 жерден салат қоямыз, болды. Иә. Мына ұстап отыр, нағып. Не? Жүзім жейм. Қойып кеткет. Жүзім бі, міне. Бермеден балаға. Тиме балаға. Бермеден балаға. Берсең балаға берді, кетеме балаға жесін, мейлі. Өздеріне жетпей жатқанда не өзім сұрап отырсың, кетті жаққа. Ят емес, бар кетші үшін. Құрсын, нағыл дейсің Бере бермейді балаға, жамен өреді. Сол басынан тамақ өреді, зәт жамен өреді қой құрсына. Аштан келдің бе құрсын? Не? Алма жей. Қой, жоқ. Бермейді балаға. Алма деймін. Тиме де балаға, тиме. Жесін, өздері кешіп келесін, тиме балаға жесін. Бермес балаға. Тиме мейлі, жесін. Жемен, тиме. Mesela sırama da yok, mıda ki bala. Sırama da yok mesela. Marisa! Adam diye altıp kıttıptı. Kursun ne oldu? Biri verme balaga söz, cemen öğreti de erkek isteyip etmeden sözün cemen öğrettin deyip kursun. Ne oldu söz balaga? Neyin aldı sözünü? Ançayın kaynı batır al. Ne süreyim? Tort. Tort жейм. Торт жоқ. Көшеден 1 миллион ақша тауып алсаңыз, ғажаптың ғажабы. 3 адам 2 миллион ақша тауып алса? 2 миллион бөлек. Не істейміз? Мұнда 2 миллион. Аха. Біз үшеуміз. Аха. Бұлай жасайық, 1 миллион несие алайық. Сосын? Үшеумізге миллионнан келеді сонда. Миллионды кім төлейді? Болсын. Былай қалайық. Мына ақшаға мен үйленейін. Қызыммен жүргенмен 23 болды. Жасым болса 22-ке келді. Сонда кезінде әкең жүріп берді ма не сен үшін? Есі дұрыс емес мынау. Айтып тұрмын ғой. Одан да ертең бір 2 миллион несие алайық. Сосын? Екінші күні мынаумен жолықсақ не істейді екен? Кімге пайда, кімге зиян? Жігіттер айтып тұрмын ғой. Ақшаны алайын, мен үйленіп алайын. Ақшасына той жасап жіберейін, а? Мен ше? Сен күйеу жолдас боласың. Мен ше? Сен мен әйелім боласың. Қой? Одан да мен үйленіп алайын. Мен ше? Сен күйеу жолдас бол. Мен ше? Қалай екен?
Болат, шай әзірлеймін жаңағы Жо. Жігіттер, мына 2 миллион 3-ке бөлінбейді. Керек емес, өздерің ала бер. Самат кел, бөлеміз. 2 күн болды отырғанымызға. Дос болса ақшаға бөлеміз, не болды саған? Өйтіп бұлданатын болсаңдар, мен ақ бөлмей ақ қояйын, өздерің бөліңдер. Мә? Болды ғой? Шақырмаған емес? Қанша? Мына ақша ұрланған ақша, табандарың жалтыратыңдар. Міне 2 миллион, не істейміз? Жігіттер, ешқашанда қыздарыңыздың көше жағында тұрып айқайламаңыздар. Айжан! Нұрғиса! Айжан ғой. Мен негізі Нұрғисаға келіп тұрдым, Айжан да айта берейін бірақ. Давай. Айжан! Оу, не бірде біреу? Ду-ду. Көзіңді жұмшы. Дуй-дуй. Айжан, саған келіп тұр ғой. Ей! Аға, асқазан айқала атыр ол. Қалайлар, жағдайлар. Қалайсыз? Қалайсыздар? Тұрт болар? Інім, амандаса алмай қалдың ғой. Маған жетпей қалды ғой, қалайсың? Қалай болғам, қалайсың? Не болды дей, бауырым өсіп кеттің бә не? Көрмей тұрсың бә не? Оу, інім, сен осы несінші жылғысың? 90? 90-ның өзінен бә? Жоқ, ар жағындағы Сүгірәлі дейтін ауылдан. Ей, інім, сен не үйіңді сиыр асырайсың бә не? Жоқ. Онда неге бұқаланып тұрсың? А сен не, үйіңде газ бар ма не? Бауырым, мен саған айтайын, мұна саған дым үйлесіп тұрған жоқ бар ғой, асты өпілкен үсті жіпшіңізге шампанскийдің бутылкасы сияқты болып тұрсың. Жаңа жыл жақындап кетір ғой. Несіне қорқамыз? Ол жалғыз біз бесеуміз кеттік. Давай. Ей, тоқта. Айжан, терезені! Достар, біз сөзіміздің соңын бізге маусым бойы қазылық еткен қазыларға тоқталып кетсек. Құрметті Ерлан мырза, біз ешқашанда сіздің үстіңізден біреу қазылық етеді деп ойламаппыз. Мен айтып ер адам мен қыз бала емес. Сен кешірші. Ер адамдардың ішінде өте сирек кездесетін дауысы естісің. Шынымды айтайын саған, сен ренжіме тек қана. Мен қыз бала айтып жатыр екен деп ойладым. Осы ғана болды. Оңай емес, оңай отқан жоқ бәрімізге. Қазақ жерінде керемет дауыс иелері өте көп. Біз мына жерде қиналып жатырмыз кәдімгідей. Өкінішті әрине, бірақ бізде 2 жыл өкінгенбіз. Құрметті Марат Қамбарұлы, сіз бізді жақсы түсіну керексіз. Себебі сіз біздің орнымызда болып көрдіңіз. Бірақ сіз Ерлан мырзаны түсінбеуіңіз мүмкін. Бойы кішкентай ер адам шығар. Мен аяғына лексик болсам не деп ойға? Мен мына дауысқа ғашықпын. Кең диапазон. Әнді әдемі айттың. Нақышына келсің. Сезінесің. Өз бет әлпетің, жан тәнің осы әнмен сіңсіп.
Сол стилінде мынандай дәрежеде айту бізде кемде-кем. Кемде-кем. Өте Нағыз сені осы жобаның бір көркі болып тұрсың бүгін. Мен бүгін түнде бір ән шығардым. Тара-тара титтум, там, аймаласқан мені, жаным. Өтпей қалдау дейін, е? Рахмет. Достар, шыны керек, 2 жыл болды ақтық мәреде шешуші кезеңде өз мүмкіндігімізді жіберіп алудан шаршадық. Назар аудар, мөрімен. Рахмет, және соңғы бейне сайыс. Назар аудар, Орал. Қайталанбас сол бейне, бұл финал біздің есімізде мәңгі қалады. Ол кезде жас едік. Жайдарманында қызып келе жатқан шақ еді. 2013 жылы ақтық мәре. Жігіттердің ойлағаны көп болады. Ол кезде мынандай жағдайға да бардық. Асылхан? Бекзат? Мен? Нұрболхан? Сіз оны қайдан білесіз? Мен бәрін білем. Мұнда маған айтыңызшы. Осылардың қайсысы чемпион болады? Осылардың ішінде. Біреуі чемпион. Есіңіз дұрыс па сіздің? Осылардың біреуі чемпион болады дегеніз? Осылардың біреуі чемпион болатынын мен де білемін. Қой. Миттақтай olur. Кейбір жігіттер қиялға да беріліп кетті. Чемпион Назар аудар. Рахмет, бірақ есінаға көбіктер рұқсат болса, біздер жаснарға табыстасақ. Жаснар. Аға, сол кезде чемпион кім болып еді? Телефон шырылдап отыр. Дуду, дуй-дуй. Бейне сайыс аяқталды. Ортада Назар аудар, Орал. Достар, сын түзелмей, мін түзелмейді. Жалпы жайдарманшылар ойын ойнап болғаннан кейін көрермен міндетті түрде сын айтады. Біздер осы ән арқылы көрермендерге айтамыз. Енді сонша не болды? Ұйықтауға келдім бе? Енді сонша не болды? Би билеуге келдім бе?
сонша не болды айқайлап, оператор байқап қалып, бір түрлі қылығынды, бетінді бояғанды, біреулері есінет, телефонмен сөйлесет. Сіздерге сонша не болды, өзге ұлтың түсінет. Біреулері мән бермейді, ал біреулер тым күлмейді. Мұрат аға инстаграмға мына суретін салам дейді. Сен Астана суық қой, сен аузыңды жауып қой. Үйілмаңыз қарындес, ауылға сәлем жолдап қой. Көрермен шаршамандар, жайдарманда қызық бар. Қатты күліңдер, қатты сүйіндер. Неше түрлі еріндер, жайдарманға келіңдер. Ей бала ұйықтағанша, мына қызға орын бер. Жайдарманға келеді, әжелеріміз күледі. Әзіл сүйген ағалар, түсінбесе де балалар. Көрермен қатарына сәбилер де қосылды, сәбилер де қосылды. Бұл ғажайып маусымы көрсеткеніміз жартысы, бұл жайдарман тартысы. Осының бәрін түсірген оператор мына кісі.